Бізде келесі сабақ тендермен айналысу үшін не керек? Так, енді құрметті достар, егер сіздерде осы нәрсе болмаса, сіздер тендерге қатыса алмайсыздар. Так, ең бірінші тендермен айналысу үшін ниет керек, сіздерде желание болу керек, потому что амалдардың барлығы ниетке байланысты. Сол себепті ең бірінші ниеттеріңізді дұрыстап алыңыздар. Енді қараңыздар, бірінші сіздерге тендермен айналысу үшін ЭЦП керек болады. Егер сіздердің ЭЦП-ңыз болмаса, сіз тендерге қатыса алмайсыз. Получается, заявка бере алмайсыз, Госзакупка деген сайтқа вообще кіре алмайсыздар. Поэтому ең бірінші сіздерге ЭЦП керек болады. ЭЦП бүгін ашатын болсаңыздар, ол тек қана 1 жылға действует. Яғни ровно 1 жылдан кейін, яғни ауыстырып отырасыздар ЭЦП-ларыңызды. Екінші бізге ИП керек болады. Егер ИП-ларыңыз болмаса, тоже тендерге қатыса алмайсыздар. Сіздерде ИП болу керек, либо ТО болу керек. Енді мен сіздерге ИП ашқан дұрыс па, или ТО ашқан дұрыс па, соны түсіндіріп кетейін. Жалпы негізі енді бастап атқан болсаңыз, мен советую сізге бірінші ИП-дан бастауға. Себебі ИП-ны ашып жабу оңай, чем ТО-ға қарағанда. ТО-ны ашу 1 күн, оны жабу 3 айдай уақыт кетеді. ИП-ны ашу тек жылдан болады. Мысалы қараңыздар, тендермен айналысатын болсаңыздар, тендер 25 миллионға дейінгі заказдарға ИП өтей береді. Уже 25 миллионнан жоғары заказдарға сіздерге ТО керек болады. ТО болғанда ол кешеден ашылған простой ТО емес, кәдімгі ТО-ның бірінші категориясы 2-3 деп бөлінеді ғой, өзінің оборотына байланысты. Сондай ТО болу керек. 25 миллионға дейін смело ИП-мен қатыса бере аласыздар. Поэтому енді 50 миллион, 100 миллионның кіргізетін ИП-лар бар. Ол енді заказчикке байланысты. Кейбір ТО-ларды мысалы өткізбейді, кейбір ИП-ларды өткізбейді. Ол заказчикке байланысты. Мысалы 30 миллионнан 40 миллионнан жоғары заказдарға уже заказчик обязательно ТО сұрайды. Сізде ИП болса, сізді өткізбеуі мүмкін. Сол себепті бір адамға жалпы ИП-ны да ТО-ны да аша беруге болады. Яғни 2 аккаунт ретінде пайдалана берсеңіздер болады. Сол себепті советую бірінші сіздер ИП ашыңыздар, потом жақсы айналысып үйреніп кеткеннен кейін ТО-ны да ашуға болады. Түсіндіріп алдым ғой, да? Енді ИП, потом үшінші бизнес счет обязательно керек, потому что бизнес счет болмаса, сізге ақша түспейді. Яғни мен сіздерге реклама жасап отқан жоқпын, мен сіздерге советую Каспи Пэй ашуға, потому что Каспи Пэйдің функциясы жеңіл, операционкасы тез, сосын ақшасы жылдам түседі басқа банктерге қарағанда. Халық бизнес ашсаңыз болады, Фриден бизнес ашсаңыз болады, или Центр бизнес, Форте банктен барып ашсаңыз болады, Жусаннан ашсаңыз болады. Но если Каспи Пэй ашып тұрса, одобрение берсе, лучше Каспи Пэйді ашқан дұрыс болады. Ақша бизнес счет, ол ИП-ның счеты, ол сіздің счетыңыз емес, Каспи Голд сияқты. ИП-ның бизнес счеты болады. Соны ашасыздар. Так, төртінші Encaler деген программа болу керек. Сіздерде ноутбук болса, сол ноутбукта Encaler деген программа установка жасалып тұру керек. Потому что Encaler болмаса, сіздер Госзакупка деген сайтқа кіре алмайсыздар. Сол интернетпен жұмыс жасайды Encaler, всегда сол Encaler қосылып тұру керек. Түсіндіріп алдым ғой, да? Осы 4 нәрсе болмаса, дальше сабақты жалғастырмаңыздар. Бірінші осы 4 нәрсені дайындап алыңыздар. Қалай ЭЦП-ны ашамыз, қалай ИП-ны ашамыз, счетты қалай ашамыз, Encaler'да қалай установка жасаймыз, соның барлығымен келесі сабақта үйрететін боламын. Все, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабаққа кездескенше.